Қуанышбаев атындағы қазақ музыка драма театрының 25 жылдық мерейтойына атсалысып жас кадрларды сіздерге ұсынамыз. Ендеше соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Тәуелсіздіктің 25 жылдық аясында 25 жылдық мерейтойын өткізіп жатқан Қалекидің шаңырағына жиналмаған актер жоқ сірә. Ойындағы сұрақтарға жауап алудың сәті түскен сияқты. Кімнен бастасам екен? 25 жылда Қалеки театры жеткен ең мықты жақсы жетістік деп нені айтар едіңіз? Еліміз, ұлтымыз қандай жетістікке жетіп жатса, сонымен біргелесіп, біздің Қалеки театрда репертуарын толықтырып, сондай жаңашылдық пен жаңалықпен жетістікке жетіп жатыр. Ең үлкен жетістігі ол біздің театрымыздың актерлары. Осыдан 2 жыл бұрын академиялық театр алғанбыз, енді биыл 25 жасқа келіп отырмыз. Алтынбек Қоразбай ағамыздың әні бар ғой, айхой 25 деген, сол сияқты айхой 25-ке келіп жатырмыз. Біздің 25 жылдығымыз ол тарихта қалады. Оған дейін ол бір өмір болып келді. Қазақстандағы ең үздік театр деп. Ең үздік театр? Мынау қызық сұрақ болды. Мен қазір Қуанышбаевтан кеткеніне 2 ай болып әуезов театрына барып едім. Әрине, ол Қалеки театры. Менің өмірімдегі ең үздік театр ол Қалеки театры, ол менің театр. Өзіңізді үздік актерім деп ойлайсыз ба? Әрине. Жоқ, айта алмаймын. Кім өзін жаман деп айтады? Ылғи да емес. Әлде талай еңбек жасауым керек. Жоқ, негізі ең үздік деп есептеген актер құрдымға ұшыраған актер деп есептеймін. Ой деп айту бір жақтылық болып кетеді. Әрине мен ең үздік актермін, оны өзім мойындаймын. Оны халық бағалайды, мен емес. Әрине мен өзімді ең үздік актрисамын деп есептеймін. Көңіліңіз тола ма театрда гонорарыңыз? Жоқ, толмайды. Ам-ам-ам деп. Өз басым үйленген жоқпын, басым бос болғандықтан әрине жеткізуге болады. Мен театрға ақша үшін келген жоқпын. Енді ол үкіметтің көңілі. Жалпы осындай жиындарда, іс-шараларда қаншалықты жиі суретке түсесіз? Селфи жасап, инстаграмға саласыз ба? Белсендісіз бе әлеуметтік желіде? Белсендімін, суретке түсуді жақсы көрем. Лайк жинауды жақсы көресіз? Лайк жинау. Ол жағында мен онша жоқпын. Суретке түскенді өз басым жақсы көрем. Көп вспышкадан көзім ауырып кететін кездер болады. Рұқсат болса, сізді бір фотоға түсіріп алсақ осы жерде. Енді фотоға түспеймін енді. Қызыл кілемдегі шеру Конгресс ол сарайындағы салтанатты кешке ұласты. Өнері мен өмірін көрерменіне арнап, сахнадан түспеген өнер майдангерлері мен майталмандары бүгін өздері көрерменге құрметті қонаққа айналды. Қара жердің бетін басқан аққұба ару сияқты үлпілдеген ағыл пағар айналаға сән бергендей. Қылышын сүйретіп жеткен қаһарлы қыстың бізге берер қызығы мен қуанышының бірі Қуанышбаев театрының қуанышы. Аманбек, қиялдамасаңшы. Сен актер емессің, репортерсің, жұмыс көп. Ал менің бүгінге осы тақырыпты айтарым аяқталды. От болатын, шоқ болатын, бар болатын, шоқ болатын ойымды.